Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 5-ші айдың 7-сі. Тағы да кезекті бір жайлауымызға келіп отырмыз. Қазірде бұл жерде қысқадан нұсқа тағы да көрсетіп өтейін. Мінекей бізде мына жерден 30 метр жерде панельдарымыз орналасқан құдық. Сонымен ұзынына су келеді. Осында ағады. Бұның жұмыс істеу принципі дәл бізде бірінші жайлауымызда сияқты накопитель толады, толғаннан кейін астауға, бірақ мұнда 3 астау тұр. Өйткені мұнда шыққан көбіректеу түседі. Міне әрқашанда су салқын, тап-таза. Міне 3 астау. Барлығы осындай форматта жұмыс жасап тұр. Суы артығы осы жермен ағып кетеді, ары қарай. Не осылай жігіттер. Енді тағы да кезекті тағы да бір жайлауымызға барамыз. Панельмен жұмыс жасап тұрған тағы да бір қосымша видео түсіремін. Енді бізде қазіргі уақытта бұл астаудың суы далаға ақпайтындай, қайтадан құдықтың өзіне баратындай қалай болады екен деп соны қазір ойластырып жатырмыз да. Ойластырған кезде негізі ойластырып қойдық, бірақ мынау фильтр жағын, біріншісі там фильтр грубой очистки, потом мягкой очистки, құдықтың ішіне мынау астаудағы шаң түсетін лай барлығы құдықтың ішіне бармау үшін соған бір 2 фильтр қоймақ ойымыз бар. Соны қазіргі уақытта ойластырып жатырмыз. Негізі керемет. Кеше күн қатты ыстық болды. Күндікке жылқы құдыққа түсті. Біз трекермен қарап отырдық. Сол өздері ішті. Күндікке тұрып. Сосын жайлауға өріп кетті да өздері. Өте керемет негізі. Уақытыңызды да үнемдейсіз. Шығын жағынан да бензин тасу барлығынан кішкене қолайлы да. Сол. Ассалаумағалейкум.